Яз, естіп отырсың? Жүзе кетік та қоңырау болды ғой, далаға ойнап кетейік. Ой, жоқ, физикада олимпиадаға дайындалып отырмын. Қандай тапсырма? Көмек керек па? Ой, жоқ, мына бір парақтың қалыңдығы өлшеу, соны ойланып отырмын. Саламатсыңдар ма, балалар? Апай, сабақ басталмай тұр, бір сұрақ қойсам бола ма? Жарайды, қоя ғой. Бір парақтың қалыңдығын қалай өлшеу керек ізденіп келіп едім ғой, идеямды ұсынсам бола ма? Мінекей балалар, бүгінгі сабағымыз да осы ғой. Бүгінгі сабағымыздың проблемалық сұрағын өздеріңіз қойдыңыздар, енді жауабын да өздеріңіз анықтайтын боласыздар. Олай болса, дәптерді ашамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кішкентай денелердің өлшемін анықтау. Сабағымыздың оқу мақсаты кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау. Астаушаға шариктердің бірнешеуін салыңдар да, оның екі жағындағы жылжымалы тиекті қозғай отырып, оларды бір-біріне түйістіріңдер. Шариктерді саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мысалы, біз 7 шарик салдық. Енді астаушаны жылжытып, оны сызғыштың көмегімен ара қашықтығын өлшеңдер. Оны астаушадағы шариктердің n санына бөліп, бір шариктің диаметрін анықтаңдар. Бізде ұзындығы 7 сантиметр, ол демек 7 миллиметр дегенді білдіреді. Оны шариктердің санына бөлу арқылы анықтаймыз. Ұсақ денелердің өлшемдерін анықтайтын мұндай тәсіл қатарлау тәсілі деп аталады. Ұсақ шарлардың диаметрін табу үшін біз шыныға 10 ұсақ шарды саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Енді осы шарлардың ұзындығын есептейміз. Ол бізде 35 миллиметр. Яғни бұл есеп шығару үшін бір шариктің диаметрін анықтау үшін қатардың ұзындығын сол шариктің санына бөлеміз. миллиметрді 10 санына бөлеміз. Сонда бір шариктің диаметрі 3,5 миллиметр болады. Ал келесі балалар, тарының өлшемін анықтайық. Әрқайсымыз жеке жұмыс жасаймыз. Ал балалар, олай болса, кішкентай денелердің өлшемін өлшеуде қандай сызғышты қолданған дұрыс деп ойлайсыздар? Я, Ерке Сұлтан, айта ғой. Бөлік құны аз, сызғыш тиімдірек. Неліктен? Өйткені ол дәлірек көрсетеді. Себебі дәлірек өлшейді деп ойлайсыз. Жақсы. Олай болса, бір бөліктің құнын қалай анықтаймыз? Бір бөліктің құнын қалай анықтаймыз? Бұл бізде алдыңғы білім балалар, Дарын айта ғой.
Бір бөліктің құнын табуға келсек, сызғыштың бойындағы бір-біріне жақын орналасқан екі санды аламыз. Мысалға 5 пен 6. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз, жауабы 1-ге тең болады. Ал екі санның арасындағы бөліктерді санаған кезде 10-ға тең болады. Сол шыққан мәнді 10-ға бөлсек 0,1 шығады. Бұл бір бөліктің құны болып есептеледі. Ал есептеу қателігіне келсек, сол шыққан мәнді 2-ге бөлеміз. Жауабы 0,105-ге тең. Яғни бір бөліктің құнының жартысы бізге өлшеу қателігін береді. Ендеше сызғышымыз не 0,105 сантиметрге артық өлшейді, немесе 0,105 сантиметрге кем өлшейтін болып тұр. Келесі балалар, сіздерге мен мынандай тағы да бір қызықты сұрақ қойғым келіп тұр. Енді өздеріңіздің алдарыңызда тұрған физика оқулығының бір парағының қалыңдығын қалай анықтар едіңіздер? Апай, мен айтсам бола ма? Ең алдымен физика кітабының 2 қалың бетін алып тастаймыз, және де оның жалпы беттерінің қалыңдығын өлшейміз. Ол менде 10 мм болып шықты. Және де бізге кітаптың беттерін анықтау керек. Мына жерде 204 бет деп жазылып тұр екен. Және де бізге кітаптың парақтарын анықтау үшін 204-ті 2-ге бөлеміз. Сол кезде 102 парақ шығады. Бізге бір беттің қалыңдығын табу үшін оның қалыңдығын санына бөлеміз. Онда 102-ге бөлгенде 0,109 шығады. Сол кезде оның бір беттің қалыңдығы 0,109 мм. Ал енді балалар, оқулықтың бір парағының қалыңдығын анықтау сіздерге қиындық туғызған жоқ. Солай ма? Ал енді оқулық емес, сіздерге мен мынандай бір парақ қана беретін болсам, осы бір парақтың қалыңдығын қалай анықтар едіңіздер? Я? Қағаздың қалыңдығын анықтау үшін біз оны бірнеше қабатқа бүктедік. Содан соң оның қалыңдығын есептедік. Ол 2 мм болды. Оның бөлік қабаттарын өлшеп, оның саны 14 болды. Содан соң біз 2-ні 14-ке бөлдік. Сол кезде 0,1 мм шықты. Бұл дегеніміз қағаздың қалыңдығы 0,1 мм екен. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Олай болса, бүгін кішкентай денелердің өлшемін анықтауда қандай тәсілді қолдандық? Я, Нұрбол, айта ғой? Қатарлау әдісін қолдандық. Жақсы, рахмет. Ал осы кішкентай денелердің диаметрін қалай анықтадық қатарлау тәсілі арқылы? Я, Дарын, айта ғой? Сызғышты қолданып D тең L бөлінген N формуласы арқылы анықтадық. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жеттік па? Жарайсыңдар балалар. Бұндай тапсырмалар балалар олимпиада есептерінде де кездеседі. Сондықтан есте сақтайық. Олай болса, сіздерге үй жұмысы, үйге тапсырма, шегенің ұшының диаметрін анықтап келу. Сіздер үйлеріңізде өздеріңіз өмірде қолданып жүрген шегені алып, сол шегені қатарластыру тәсілі арқылы оңтайлы әдісін тауып, шегенің ұшының диаметрін анықтап келесіздер. Ол сіздерде келесі білімде қысым тақырыбын өткенде керек болады. Бүгінгі сабақта қолданылған белсенді оқу әдіс тәсілдері мен танымдық тапсырмалар оқушылардың есте сақтау қабілетін дамытады және пәнге деген қызығушылығы артады. Қазіргі нанотехнология бағыты бойынша молекулалар мен атомдардың кішкентай бөлшектерінің өлшемін білу өте маңызды.